Шавкат Рахмонов туралы 10 дерек. Шавкат Бақтыбайұлы Рахмонов 23 қазан 1994 жылы дүниеге келген. Жартылай орта салмақта UFC демеушілігімен өнер көрсететін қазақ аралас жекпе-жек шебері. Рахмонов 1994 жылы 23 қазанда Өзбекстанның Шорчи қаласында қазақ отбасында дүниеге келген. Әкесі Алтынбай руының қазағы, шешесі Қоңырат руының қазағы. Рахмонов кіші жүздің Әлімұлы руының Алтынбай руынан. Әуесқой бола отырып, Рахмонов WMMA әлем чемпионы мен Азия чемпионы атағын жеңіп алды. Салмағы 77 кг, бойы 185 см. Рахмоновтың кәсіпқой мансабы 2014 жылдың қазан айында басталды. Онда Шавкат М1 Challenge 52 турнирінде Адам Цуровпен бірінші раундта тұншықтыру әдісімен жеңіске жетті. Кәсіби мансабы жалпы 19 жекпе-жек, жеңгені 19, нокаутпен 8, берілу, шешіммен жеңгені 10, шешіммен 1. Әуесқой мансабы жалпы 13 жекпе-жек, жеңгені 11, нокаутпен 4, берілумен 7, жеңілгені 2, екеуі де шешіммен жеңілген. Шавкат үйленген, 2 баласы бар. Шавкаттың қарындасы Сара Рахмонова да аралас жекпе-жекші. Соңғы жекпе-жекте Рахмонов 5 раунд Иэн Мачадо Герримен кездесті. Рахмонов жекпе-жекте бір ауыздан жеңіске жетіп, ММА бойынша алғашқы төрешілер шешімімен жеңісіне жетті. Рангте 2-ші орынға шықты. Осы жылы чемпиондық белбеуге таласады деп күтілуде. Назарларыңызға рахмет.